Бұл Айжамал ханымның алғашқы сұхбаты. Сіз неге тығылып жүрсіз? Қызымызды айтпай-ақ қоясын, бас ешкімге. Тіл мәселесі ғана емес, ол жерде түсінік мәселесі. Қызыңды 1,5 жыл бойы 350 мыңнан алып келсең, біз шығарып береміз. Қызыңды көрген сайын үйде кінәлі сезімнен сен энергияң кете береді бір. 6 айынан бастап жүгірдім, дәрігерден дәрігерге диплом алдым, еще қызымның диагнозын қолыма ұстатқан кезде мен шок болдым. Мен аналарды, маман емес, бірінші кезде ана ретінде түсінемін. Сіз айтасыз, ана өзі жұмыс істеу керек баламен және үй жағдайында көмектесе алады деп. Қандай бала болмасын, барлық баланы дарынды етіп дамытуға болады. Диагноз деген нәрсені сонда ұмыту керек па? Бұл жолда бір адамның арқасында бұл мәселе шешілмейді. Бір отбасыға түскен бір көбінде енді сынақ деп жатады ғой. Мектепке бару үшін бала 580 дағдыны үйрену керек. 580? 580 дағды 25 бағытта. Бүгін мына көшемен жүріңдер, екінші күн мына дворға алып бар. Қонаққа көп алып бар. Сен баланың болашағы тұр мына жақта елдің әңгімесі тұр. Қайсысы саған важно? Мен бала тумай. Өзіңнің бақытыңды баланың сөйлеуіне байлап қойма. Сен лампочкасын жақ. Қазір менде 380 ана бар. Қанша ата-ананың баласы сіздің қызыңыз сияқты қатарға қосылды? Ана ретінде ол кісілердің айтқан сөздерін көргенде мен жүрегім ауырады. Жылап қалдым. Сотқа тигізіп, көбінше шектеу керек. Айжамал тұр, ұйықтама. Айжамал тұр, ұйықтама. Армағайын, қалдарыңыз қалай? Міне жаңа жылдан кейін бұл біздің алғашқы сұхбатымыз болады YouTube арнамызға. Бүгін көптеген менің оқырмандарым қоймай белгілеген парақшасын бір маманды шақырып отырмын. Ол әлеуметтік желіде жалпы кей ортада доктор Айжамал есімімен танымал, жалпы тәжірибелі дәрігер Айжамал Маратқызы. Айжамал ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Осы уақытқа дейін сіздің парақшаңыз, қателеспесем әлі күнге дейін жабық. Неге? Себебі мен қызымның диагнозы арқылы бұл жолға келгендіктен көбіне парақшаны жабық етіп ұстадым. Себебі үйде әкесі қарсы болды. Ол кісіден жасырып, ол кісі білмейді, бірақ сіз парақша жүргізесіз. Жоқ, білетін, бірақ ол парақшадан тағы да бір бөлек парақша ашып, ата-аналарды сол жерге жазады маған. Келіңіздер, мұнда менде басқа парақша бар деп шақырып отырып, сол жерде аналарға күнделікті сториста шығып, сөйлеп, контент сияқты ғой енді. Осы методикамен, осы жолдармен қазіргі біздің Қазақстанға әлі келмеген, сіздерге ана түрінде, ана қарапайым, өзіміздің тілде түсіндіріп, барлығын айтып, сол жақта шақырып, консультацияға аналарды 2020 жылы коронавирус басталған кезде июнь айынан бастап қабылдадым. Ол кезде мен коронавируспен жұмыс жасап жүргем. 4-ші қызыма жүктедім. Жаңаөзен қаласы Қызылсай ауылында жалпы тәжірибелі дәрігер мамандығымен 3 ай жасадым. Мына коронавирустың ішінде қызып тұрған уақытта сол кухняға кіріп кеттім ғой коронавирустың. Яғни сіздің бұл жолға келуіңізге енді көп біздің көрермендер, жалпы менің оқырмандарым айтады, сіз мықты деген мамандарды бізге таныстырып жатырсыз. Рахмет. Бірақ көбіне бару қымбат, біздің қалтамыз көтермейді. Және ол мамандар біздің балаларымызды бір кәсіпке айналдырып алған сияқты, бір табыс көзіне айналдырып алған сияқты. Олар айтады, бірақ қайдан білсін? Біздің ішкі жатқан жүрек түкпіріндегі бойл ғой енді. Соны қайдан ұқсын, өйткені өздерінің балалары онда емес қой дейді. Ал енді сізді шақыруымдағы себеп, біріншіден көптеген ата-аналар сұрады сізді, парақшаңызды белгіледі, өтінді. Екіншіден, сіздің өз басыңызда бұл оқиға болды. Яғни сіздің қызыңызда бұл диагноз бар, көп ата-аналар алысып жүрген диагноз. Болды, біз ол диагноздан Алланың қалауымен алындық ол диагноздан. Қандай диагноз қойылып еді? Басында 2 жасында высокий риск аутизм деп қойды. МЧАТ тесті бойынша. 3 жаста ЗПР с элементом аутизм, 4 жаста ЗПР, 5 жаста ЗРР, қазір ОНР 2-ші уровендеміз. Қандай күшті? Біз 3 жасынан қалыпты садиктеміз. Қалыпты, балалар баратын Жаңаөзенде Айназ балабақшасынан бастадық. Қалайша сіздің балаңызды қабылдады қалыпты балабақша? Бізде бірінші кезде мен айттым ол кісілерге, кішкене еркелеу, кеш дамуда. Бірақ диагноз туралы ештеңе айтпадым. Ол кісі... Бала сөйлей ала ма ол кезде? Жоқ, атына қарамайтын,
кіші дәрет, үлкен дәрет айтпайтын, балалармен ойналмайтын ол кезде. Қалай беріп жүрдіңіз? Мені сол Жаңаөзендегі Еркеш ханым бар, логопед. Сол кісінің несімен алып бардым. Себебі ол кісі енді менен бұрын осы салада ұзақ жұмыс жасаған ғой. И маған айтты, Айжамал, бұл жерде сөйлеуден бұрын қоғаммен қосылу маңызды бізде балалардың. Ол ойын қоғамға айта алуы маңызды. Ол сөйлей алмайтын, түсінігі дұрыс қалыптаспаған. Оны дамытып аласың деді да. Бізде әдетте қалай? Айтады, ол өзін, мысалы, дәретін айтпаса, өзі бара алмаса, не керегін түсіндіре алмаса, сөйлей алмаса, оны қалыпты балабақшаға, қалыпты балалармен қосуға болмайды. Одан сайын бала қиналады, одан сайын тұңғиыққа батып кетуі мүмкін дейді мамандар. 6 ай қиналдым ғой негізімен. Берем. Жаңағы коронавирус кезінде 3 ай жұмыс жасадым. Ол кезде қайынсырымды шақырып қыздарыма қараттым. Ол қайынсырым ауылға кеткеннен кейін 3 жасқа толық толды сентябрьде. Берем деп шештім. Өйткені қызым күннен күнге көз алдымда өсіп келе жатыр. Әлі балаларын ойнап кеткен жоқ, 1 жыл болды. Мүмкін ортада өзгеретін шығар, бірақ мен 8 садик араладым. Біреуіне бардым, үйдің қасындағы. Жоқ, біз бұндай балаларды алмаймыз. Екіншіне барамыз. Соларға ашық айттыңыз. Оларға айтып бастадым, иә. Сосын ең соңғы жаңа 8-ші садикті бізде үйден бір сағат, жарты сағаттай алыстау жерде. Біз ол жерге күнде таксимен апарып келеміз қызымызды. Жолдасым екеуміз. Негізі сол жолдасымның көп көмегі тиді ғой. Ол кісі бірден қабылдады ма, ерекше бала деп? Бірден қабылдағанда негізі бізде 6 айында басталды. Бүкіл проблемалар 6 айында басталды. 6 айында 1 ай түні бойы судорог болды қызымда. Күнде сағат 2 мен 5-дің арасында дугообразный болып қызым қатып қалатын денесі. Неге байланысты? Ол кезде енді көп себебі. Біздің медициналық тілмен алғанда өзінің цитомегаловирус, герпес, одан кейін жаңағы микроэлементтердің жетіспеуі, өзімнің ерте сабаққа шығып кеткенім қызымды тастап, дұрыс қарау болмады. Көп себептері негізі көп қой, оның дұрыс қимыл қозғалыста болмауы. Сіз оны байқадыңыз, өзіңіз дәрігер. Иә, 6-шы курс кезінде осы. Байқап қалдыңыз, иә? Иә. Сол кезде жолдасыма айтқанмын. Осы МРТ-ға түсірді, сразу бізде больница МРТ-ге түсіріп, баланың миы кеш дамып жатыр, кеш дамиды, кеш сөйлейді, барлығы кеш болады. Мен ол кезде дабыл қағып, алдын алып іздендім негізі. 6 айынан бастап жүгірдім, дәрігерден дәрігерге, оңалту орталықтарына, логопедтерге барам. Өтініш менің қызымның миында дұрыс дамымай тұр, кеш сөйлейді деп айтты. Мен не істей аламын, қалай алдын аламын деп. Барлығы, ой, ертең 3-ке келгенде там қимылдайсыз. Қазір кішкентай ғой, бірінші отырғызыңыз, жүргізіңіз. Сөйтіп жүріп, 1,5 жасында жүрді. Еще ол кезде оңалту орталығына барып, комплексті түрде жұмыс жасағаннан кейін барып жүрді. Жүргеннен кейін қызымды уф дедім мен. Все, мен барлығын босаттым, 3 жасқа дейін әлі үлгерем. Одан қызды өзімнің 7-ші курстық дипломымды алуға кірісіп кеттім. Себебі бізде 1 жыл бұрын медакадемияда жаңағындай қатты диплом аламаған көп балалар болды, студенттер. Менің бар қорқынышым сол университетте жақсы аяқтайын. И универ біттім, дипломды алдым. Диплом алдым, еще қызымның диагнозын қолыма ұстатқан кезде мен кәдімгідей шок болдым. Қатты шок болдым. Мен не ожидал, ондай аутизмге жақын. Оған дейін білуші ме едіңіз? Оған дейін біз университетте көрдік, 6-шы курста жаңағы психикалық ауытқуы бар балалар бөлімшесінде, Шымкентте 14 жасар бала көрдім. И барлық баланы бізге маман жаңа дәрігер ұстаздарымыз таныстырды. И маған ерекше бір бала көзіме түсті. Бұл үлкен бала енді өте ауыр жағдайда. Деп айқайлап бөлмеде айналып жүр. Бұл балада қандай диагноз дегенім, аутизм деді. И денем дір ете қалды. Бірінші рет сол кезде мен денем қатты кәдімгі снеге түсті, реакцияға. Ол кезде менің қызым 2 айлық еді үйде. 2 айлық еді. И сол бөлімшеде мен 3 аптадай ма әжептәуір уақыт жүрдім. Маған қатты ауыр болды негізі сол жерде балаларды көру. Бірақ кейін ойыннан шығып кетті. 2 жаста қойған кезде мен болды. Сол баланың картинкасы көз алдымда қалып қойды. Мен аналарды, маман емес бірінші кезде ана ретінде түсінемін. Кез келген балаңа сенің диагнозды, сенен көп тәжірибесі бар, сенен көп білімі бар маман қойған кезде, сен ана жерде мен все қабылдай салам, арғай сразу жұмыс істеп кетем деген ол ана жүрегімен ол болмайды мысалы да. И сол 2 жас кезінде маған өте ауыр тиді.
но жолдасым қолдады ма, ол қабылдады ма деп тұрсыз ғой, бірақ мен жолдасым бір риза болғаным, ол кісінің сила волясы мықты болды. Айжамал, не жағдай болса да біз жеңеміз. Мен саған барлық жағынан көмектесем. Ер азаматтар сөйтіп айтады, бірақ бәрібір жүгіретін әйел. Қызымның осы диагноздан шығу жолында ол кісінің көмек тиді, бірақ мамандық жолында мен, яғни өзіме көп күш түсті. Оны мойындаймын. Себебі мамандық жолында ол кісі маған негізі көп запрет қойды. Может, жасамай қоясың ары қарай. Қызымызды айтпай қоясың ешкімге. Қызымыз жазылып кетті ғой, қайтесің, тастасайшы, басқа салаға түсші, жұмыс жасап, кішкене қазір мысалы сіздің қызыңыз қалыпты бала, иә? Мен видеоларын қарадым. Иә. Тү. Сондай дәрежеге бәрімізде жетейік. Көп ананың арманы ғой енді. Бірақ оған жету үшін сіз көп жұмыстандыңыз. Не істедіңіз, неден бастадыңыз? Өйткені қазір қараңызшы, орталық өте көп. Жылдан жылға ашылып жатқан орталықтың саны өте көп. Ол бір жағынан жақсы шығар, бірақ қалыпта көтере бермейді кез келген адамның. Енді сондықтан мысалы қазір ата-ана анда апаратын, орталық, мына жерде мықты маман, ана жерде мықты маман жүгіріп жүр, жанталасып, тапқан табысын сол балаға. Ал сіз айтасыз, ана өзі жұмыс істеу керек баламен, және үй жағдайында көмектесе алады деп. Қалайша? Я оны егер де маған 2 жас кезімде осылай бір маман келіп айтқанда, мен де сол аналардың күйін кешермедім. Себебі мен олай үй жағдайында жұмыстануға келгеннің де бір себебі бар. Ақтауда үлкен орталыққа бардық. Айтты бізге, қызыңды 1,5 жыл бойы 120 мыңнан алып келсең, біз шығарып береміз. Сөйлетіп береміз, потому что сенің қыздың кішкентай әлі. Содан сыртқа шығып қараймыз, бір балалар 3 жыл жүр, 2 жыл жүр. Күйеуім екеуміз бірімізге қараймыз, қалай? Бізге 1,5 жылда шығады бұл балаларды, әлі жүр. Содан жолдасым айтты, Айжамал, біз өзіміз шығарамыз деді. Өйткені біздің көз алдымызда сондай бала болды. Ол бір жақын танысымыздың қызы, енді айтпаймын ол кісінің аты жөнін ешкім, бірақ ол қызды біз көзімізбен көрдік. Ол кезде ол 4-5 жасар болды, садикке баратын. Ол қызды да бізде Еркеш ханым тоже өз логопедтік сабағына алып 3 ай, сосын қалып садикке бер деп айтқан. Солай садикте жүріп, үйде мамасы, папасы, әжесі барлық бірге ол қыз шығарып. Қазір ол қыз мектепте оқиды. Өте жақсы оқиды сабағын. Енді қараңызшы, ол жерде тіл мәселесі ғана емес, ол жерде түсінік мәселесі. Мен де сол қателесіп қалдым ғой. Мен де сол сияқты шығарам деп ойладым. Үйге келем, логопедтің бөлмесіндегі барлық ойыншық сатып алам. Үйге келіп, жаңағындай жолдасым. Енді ол кісі таңертең кешкен жұмыста, мен отырам. Қызыма бірдеңе айтам, ол қарамайды. Басқа нәрсе түсінбеймін да, не ол мені тыңдамайды. Менде андай, как будто мен жаман анамын, мен нашар анамын деген сезімдер болды. Сосын мен өзімді сол 2 жыл бойында 4 жасына дейін былай тәрбиеледім. Басқа жан-жағымда аналарға қарадым. Аналар өз балаларына қалай қарайды? Мен еш уақытқа қалай қарап жатырмын. Үлкен қызыма, кіші қызым, 3 қыз қатарынан болып тұр ғой. Менде бір басқа сезім болды. Именно осы қызыма. Сол нәрсемен күрестім. Ол сезім былай. Аяушылық па, жек көру ма, кінәлі. Өзіңді кінә сезім болады бірінші. Өзіңді қызыңды көрген сайын үйде, сол кінәлі сезімнен сен энергияң кете береді бір. 2, сен мысалы үлкен қызмен сөйлесесің, үйретесің, ол 1 минутта, 1 күннің ішінде тез үйреніп кетеді, ал мына қызға келгенде, денеңнен сен мысалы мимен қалап тұрсың, жүрегің жаса деп тұр. Қолыңнан осылай қызыңа барам дегенше бармайды. Бір сенің қолың бір как будто сал сияқты да, ол қызыңа өтпейтін сияқты. Сол нәрсемен мен көп күрестім өзімнің состояниемде көп күрестім. Каждый раз жасата беруге. Ол кезде бір айтасың ұқпайды. 2 айтасың ұқпайды. 10 рет айтасың. 10 күн айтасың. 1 ай айтуы мүмкін ұқпайды. Сол кезде көп ата-ана қолын бір сілтейді. Конечно, ол қиын. Сосын барып маманға табыстайды. Қиын. Мен қолымнан келмейді деп. Сіз сол күйдің барлығынан өттіңіз. 3,5 жаста мен бірінші как эксперимент сияқты жасадым. Өйткені мен уже 1 жыл жүгірдім, айтып жатырмын, тыңдамайды. Сенсор интеграцияны біз 2 жастан бастадық. Сол кезде украиналық бір курсты алдым, все дети гений деген. Бізде бар ғой, қандай бала болмасын, барлық баланы дарынды етіп дамытуға болады. Сол жолды ұстанам дедім мен. Қандай бала болмасын? Қандай бала болмасын, барлық баланы дамытып біз дарынды ете аламыз.
И мен айттым, менің қызым қалыпты бала. Кәдімгідей дені сау, барлығымен бірге жүріп ойнап жүр. Мысалы да қарап тұрсаңыз. Диагноз деген нәрсені сонда ұмыту керек па? Ұмыту керек. Диагноз ол мамандар үшін беріледі. Ана үшін мен айтар едім аналарға, сіздің мақсатыңыз кіші кезінде диагноз қойды, кіші жас кезінде. Баланы мектепке беру болсын. Баланы мектепке беру жолында 25 бағыт бар. 25 бағыттың бір сөйлеу, түсіну, мектепте жаза алу, есептей алуынан бөлек, ол баланың қоғамға ойын сізден бөлек 100 адамға, 1000 адамға айта алу жатыр. Ал оны бар бірдестен, мысалы біз өзіміз үйреніп кеткен жоқпыз ғой, баланы да мен өзіміз сияқты түсіндім. Ол бір шетелде жүр деп. Мысалы тіл білмейміз. Иә, тіл білмейсің. Сен тіл білмейтін маған Қытай тілін басқа маман қалай үйреткенін қалар едім, мен де солай үйретем деп шешім қабылдадым. Бір Қытай тілін или ағылшын, қарапайым ағылшын тілі бізге жақын, иә. Оның өзін қанша курсқа барып тастап қайттан болмаса қараңыз, сіз ағылшын курсын оқыдыңыз, бірақ ағылшынша сөйлесетін бір орта жоқ. Ал сіз не істейсіз, оны кере-кере ұмыта бастайсыз, или оны қолданбайсыз. Солай деп мен ойлап қабылдадым. И сол үшін мен балабақшаға бердім. Бала біздің үйде, үй жатайында. Маманға бармадымыз емес, біз бардық. Еркеш апаға бір жалпы 2 жастан 3 жасқа дейін көп дегенде бір 4 айма бардық. Үзіп бардық. 2 апта барамыз, бармай қаламыз. 1 апта барамыз. Өйткені үйде 3 жасар қызым, 1 айлық қызым болып бастадық қой біз жолды. Содан баламен. Иә. Көмектесетін ешкім жоқ. Көршіміз болды. Менде көмектесетін адамдар әрдайым табылды. Көмектесу үшін адамдардан өтіндім. Көмек сұрауға тура келді. Көмек сұрау керек, сұрай білу керек. Жан-жағымызда адамдардан. Сосын айтарым, бұл жолда бір адамның арқасында бұл мәселе шешілмейді. Бұл бір отбасыға түскен бір үлкен бір не деп айтсам болады. Көбінде енді сынақ деп жатады ғой, бірақ бір отбасымен шешілетін нәрсе бұл. Отбасы болып бұл жерде біз көмектесу керекпіз. Себебі бұл біздің бір әулеттің ұрпағы. Бір әулеттен шығатын ертең бір жанып шығатын жұлдыз бала болады ғой. Сол жолда әрбір адам жақсылық Алладан қайтады. Әрбір адам сол балаға бір көмектессе екен деймін. Мысалы, мектепке бару үшін бала 580 дағдыны үйрену керек. 580? Иә, 580 дағды 25 бағытта. Ол жерде оны білмесе бала мектепке бара алмайды ма? Барылмағанда қиын, енді сол барлығы бірге жүру керек. Жүрген кезде, оны қазір мені ашып айтқанда көп болып кетеді, но оның ішінде қарапайым киіне алуы, кіші дәрет дағдылары, тамақтан алуы, баланың жаңа айтып тұрмын, имитация, қимылдарды қайталау, ол сөйлеуге дейінгі болатын, түсінуі, қоғаммен қарым-қатынасы, ойын ашық айта алу үшін вокализация, спонтанды вокализация деймін. Ол бала ойына келген сөзді сразу айтып қалу керек. Оған да біз жұмыс жасау керекпіз. Одан кейін именно вокальный имитация болады. Спонтанный деген ол сөйлемдерді бала келіп қасыңызға бірден айтып қалу мысалы. Сосын тағы бір ол заттар бізде название, маркировкалар, бүкіл заттың атауын білу керек. Яғни айтып тұрмыз, бізге Қытай тілін мысалы әртүрлі үйрету керек адамдар. Бір естігенде біз мысалы stand up деп ағылшынша айтсақ, біз енді қазір үйреніп қалдық. Но Қытай тілінде мен білмеймін енді. Сол сөз сөйтіп айтқан кезде біз бір рет түсінбейміз. Сол сияқты біздің баламыз. Иә, жан-жақтан даму кеш бала болып көріп тұрсыз ба? Сөйлеу кеш бала көріп тұрса, барып, ол бала неге ондай екен деп анасына барып, бір зат айтқаннан көрі, келіп сол балаға 5 минут болсын сіз сөйлесіңіз, сұрақ қойыңыз, шын ниетпен көмектесу мақсатында. Бізде шошиды ғой ондай балалардан. Иә, біздің қоғамда ғана емес, барлық елде де айта аламын, бірақ біз қазақ халқы ерекшеміз ғой бәрібір де. Біз қонақжаймыз. Біз көп араласамыз, туған туыс бізде. Мысалы мен ата-аналарыма айтамын, баланы ортадан еш уақытта қалдырмаңдар. Бір күні екінші күнге ұқсамасын. Бүгін мына көшемен жүріңдер, екінші күн мына дворға алып бар. Қонаққа көп алып бар. Қонаққа барып адамдарды көрсін. Ата-ана білесіз бе, былай дейді. Ол біріншіден назарын бірден өзіне аудартады. Мен ұяламын дейді. Болады олар. Мен не істеп не қойғанын білмеймін, қонаққа барғанда ішкен жегенім бойыма сіңбейді дейді. Одан кейін көбінесе ұялу сезімін айтады. Сосын
жаңағы адамдардың, өзге адамдардың, ол тіпті туған туысы жақыны болсын, мүсіркеп қарағаны маған батады дейді. Енді былай. Сондықтан мен жаңағыдай апармаймын дейді. Содан кейін өзге көшемен жүр деп айтып жатасың ғой. Жүрмейді. Жүрмейміз, себебі ол балаға бәрібір, ол ұқпайды дейді. Жүрмегеннен бұрын бала жүрмеймін деп те айтатын кездер болады. Мысалы, мына жақпен жүр деп. соны айтыңызшы, не үшін өзге көшемен жүру керек, не үшін қайта-қайта қонаққа бара беру керек? Мида жаңа нейрондар ояну керек. Ол балаға жақсы әсер етеді. Иә. Сосын ол көзбен көру керек барлық нәрсені. Адамдардың араласқанын, сөйлескенін, сөйлеу үшін керек екенін. Ол бала өз әлемінде отырған сияқты, ішіне ұқпайтын сияқты болса да, бірақ онда бір өзгеріс болып жатады. Иә, болады. Болады, ол түсінеді ғой. Түсінеді, ол жан-жанында болып жатқандар. Просто мен оны айтқаннан бөлек, мен ана жақта медицина жағынан көмектесеміз деп айтамын. Ол рефлекстерді сөндіру. Рефлекс деген не сол? Рефлекс деген бізде ол мидан осы, мысалы қараңыз. Жабылмаған рефлекс деп айтады, әдетте. Қорғаныш рефлексі болады мысалда, қорғау, ол сізді қорғайды. Қорғаныш рефлексі баланы қорғағанмен даму жағынан оны шегеріп тұрады. Бір жасқа дейін болу керек ол, бір жастан кейін сөну керек. Сол бір жасқа дейін дұрыс өткеру үшін ана көмектесу керек едік. Енді біздің балаларда ол кішкене ұзағырақ болады да. Енді ыстықты сіз қолыңыз тартып қалуыңыз. Ол бізде шартсыз рефлекс мысалы. Рефлекс моро деген болады. Ол 2 айдан 4 айға дейін сөніп қалу керек. Вздрагивание, бала шошып бүйтіп нету керек. Ол деген балаға тыныш болсын деп, наоборот, үйде вакуумный болмау керек та балаға. Тыныш, өлі тыныштық дейсіз ғой. Енді ол кейбір балаларда дыбыстардан қорқады. Біз пылесос қоспаймыз, дыбыстардан қорқады дейтін де аналар бар. Өзіне қостыру керек баланың. Өзі қосқан кезде қорқынышқа қарсы жүргізу. Сол жолда балаға сен қорған бола алу керексің да. Балам, қызым, сен қорықпа. Сенің қасында анаң, мен бармын. Мен жаңа ұялу сезім, басқа ортада қалай сезіну деген, енді мен бұл жерде жасы өсіп кеткен балалармен қиынырақ деледім. Бұл жолда көріп жүрмін өзінде. Сол үшін мен ерте бастаудың, алдын алудың жолын көп ұсынамын. Ерте, сен бүгін қай жасында саған бір маман айтып тұрма, болды, все, бастап кет үйде. Ана маман, мына маман бар жаққа алып бара бер, но сен фокусыңды. Біздің ата-аналар диагноз қойып кетеді ғой. Оны менде де болды. Ол менде де болды, бірақ фокусты ұстау керек. Сен баланың болашағы тұр мына жақта. Ана жақта елдің әңгімесі тұр. Қайсысы саған важны? Айта берсін, айта берсін. Өйткені мынандай нәрсе бар ғой, Айжамал ханым, қорқынышты нәрсе. Ақпарат келер осы жылдары бұндай балалардың саны, ерекше балалардың саны өсе береді. Әрбір 3-ші отбасында болады дейді, мысалы. Қорқынышты. Оның алдын алу үшін ата-ана не істеу керек? Қазір осы ақпаратты естіген көп қыздар айтады. Мысалы, менің маңайымда жүрген қыздардың өзі, аналардың өзі айтады, мен енді бала тумаймын. Қорқамын дейді. Қорқамын дейді. Иә, мысалы, мен ел шуағынан кейін үйде 3 қызым бар. Ел шуақтың диагнозын білгеннен кейін мен 2 қызымды кәдімгі планмен жоспарлап босандым. Қорқан жоқсыз? Қорқан жоқпын. Себебі мен әр баланың жеке дамитынын түсіндім. Екіншіден бір отбасыларда бар ғой, 2-3 баладан ерекше бала. Иә. Ол неге байланысты? Бұл жерде себеп көп қой, себеп өте көп. Бірақ барынша. Сол мидағы қорқыныш әсер етпей ме? Әсер етеді. Әсер етеді, кішкене әсер етеді. Бұл жерде мен аналарға комплексті жұмыстану жолын ұсынамын. Қараңыз, сен баланы дамытасың, сенсор интеграциямен, жаңағы баланы мектепке 25 бағытта дамытумен, нейрокоррекциялық ойындармен, сосын жаңағы рефлексті сөндірумен, ол бір бөлек балаға қатысты. Оның барлығын ана істей ала ма? Істей алады. Әлде міндетті түрде маманмен де қосылып жасау керек, өзі істеу керек, маманға да алып бару керек. Мен маманға алып бармау керек кездері мен өзім айтам. Оны консультация аналарда бағдарлап, баланың жағдайына қарап, сосын шешім қабылдап айтам. Қанша анамен жұмыс істеп отырсыз қазір? Қазір менде 380 ана бар. Кері байланыста. Ол аналардың бірдестен келген жоқ, маған 4 жыл ішінде бір айда 10 бала, бір айда мысалы 15, бір айда 5 бала. Солай 4 жылда құралған 380 ана қазір жеке консультацияда, жеке. Бұл сіз жарнама жасаған жоқсыз. Сарафанна радио дейміз ғой. Анау анаған айтады, мынау мынаған айтады, сөйтіп жиналған аналар, иә? Просто менде сол кезде Инстаграмның өзінің жеке нелерін оқыдым ғой, курстарын, блог дамыту. Сол кезде сен профиль шапкасына жазып қою керексің дейді. Сол жерге мен диагноздар жазып қойдым.
өзімнің дәрігер екенін жаздым. Осы бірақ дәрігер көп қой қазір. Мысалы, неге сізді таңдады деймін да ата-ана? Неге? Өйткені сіз қызыңыздың результатын, нәтижесін жүктеп отырдыңыз ба? Мен бана жабық парақшамда жүктеп отырдым. И аналардың нәтижесін мен жабық түрде шығарып отырдым. Аты жөнін жасырып, аналарды видеоға шығарғанда смайликпен жасырып шығарып отырдым. Ешкім түрі көрсетілмеді. Иә. Мен көбінде 4 жылда фундаментке жұмыс жасадым деп айта аламын. Осы білімнің құрылуы, результатқа қалай тез шығу жолы деген сияқты. Сол фундаментке көп уақытым кетті. Мен санға емес, сапаға жұмыс жасадым көбінде. Сонда қанша ата-ана нәтижеге шықты? Қанша ата-ананың баласы сіздің қызыңыз сияқты қатарға қосылды? Менде мысалы қазір 50-100-дей, мен мысалы қазір есептемеймін да, мен үшін нәтиже, әрбір нәтиже көп. Оның бәрі нәтиже болып саналады. Бір нәрсені үйрете алу да, менде күнде нәтиже болып жатыр. Менің мысалы 580 адамның 2 дағдысын үйрендік, 3-еуін үйрендік деп айтады ғой. Но 100% шыққан аналар менде бір 50-ден көптеу. Олар кәдімгі осы кәдімгідей мектепке барады. Мектепке баратқан қазір менде бір 2 балам бар. Олар 2020 жылы инклюзия классына барды ма? Жоқ, кәдімгідей қалыпты балалармен барады. Сосын көбісі балабақшада. Олар қалыпты балабақшада. Иә, Астананың өзінен кеше мысалы 15 анам барды, 10 анамен жолығып, соның ішінде 2-еуі кәдімгі 7 айда результатқа шығарған. Олардың балаларының жасы қанша, кішкентай ма? 2 жас 8 айда бастады, 2 анам. Екеуі де бірдей бастаптық. Кеше қарасам, осы доктор Айжамал парақшасында отзыв 4 пен отзыв 12-дегі анам. Осылай қойған, мен отзыв деп та, отзывпен атаймын, ата-аналардың аттарын, баланың атын айтпаймын. Балалар сізге келгенде қандай болып еді, қазір қандай сонда? Олардың сол неден көруге болады қазір. Атына қарамайды. Хабарлассақ бола ма? Жалпы өйткені мысалы мен болады. өзім сіздің парақшаңызды біраз қарадым, зерттедім, өзіңізді қарадым. Бірақ енді көп ата-ана сенбеуі мүмкін. Одан кейін қазір дәрігер көп, қазір маман көп, басымыз қатты, кімге апаратынымызды білмейміз дейді мысалы. Жаңа шатасып жүргендер бар, адасып жүргендер бар, бірақ көп уақыттарын кетіріп жұмсап, соған енді өкініп отырған аналар бар. Сондықтан хабарласып көрсек, егер сіз ренжімесеңіз. Кешегі аналардан біреуінің қазір сөйлесе алатын шығар деп ойлаймын. Негізі менде аналарым әрдайым қандай өтініш айтсам да олар келіседі. Бірақ мен өзім ол кісілердің көбінде шығармаймын. Себебі бала болашағы жатыр. Мен даже өзім ел шуағымда да солай шығармадым ғой. Алло, Назерке ханым. Қалыңыз қалай? Қазір мен қолыңыз бос па еді? Алдындағыдай Инстаграмға шығарғандай енді бір сұхбатта отыр едім, сол жасырын түрде, енді сіздің суретіңіз ешқандай ештеңе көрсетілмейді бұл сұхбатта. Тек даусыңызды естиміз. Назерке ханым, сәлеметсіз бе? Әйгерім Сейфолла. Қазір дауысын шығарайын. Сәлеметсіз бе? Енді Айжанар ханым, Айжамал ханым бүгін менде сұхбатта. Қазір көптеген ата-аналар нәтижеге жетті деді, соның ішінде сізді айтып отыр. Білсем бола ма? Сіздің балаңыз бұл кісіге барған кезде қандай еді, қандай диагноз, және қазір қандай нәтиже көрсетіп жатыр? Сәлеметсіз бе? Менің қызым Айжамал ханымға біз 2 жас 8 айында бардық. И сол кезде бізге диагноз рас деген қойды. Рас ЗПР деген қойды. И біз оған Айжамал ханымға барғанға дейін қызым О деп айтпайтын мүлде. Одан кейін бізде ұйқысы нашар болды, агрессия өте қатты болды. Атына қараушы ма еді? Вообще атына қарамайтын, зейіні тұрақсыз, түсінігі вообще қалыптаспаған бала болды. Сосын тамақ ішу жағы тоже болмады бізде. Тамақ ішпейтін. Тек қана сол нан өнімдері сондай ғана жеді. Біз Айжамал ханымға дейін қаншама жерге бардық, яғни ине де алдық, дефектологқа, логопедке, соның барлығына бардық, бірақ балам ол жерде отырмады. Өйткені зейіні тұрақсыз, логопедтің, дефектологтың сабақтарын қабылдай алмады. Айжамал ханымды қайдан білдіңіз бұл кісіні? Не дұрыс емес деп мен интернетте ақтара бердім күн үстіне. Сол кезде маған Айжамал ханым, мен Алла тағаладан өзім сұрадым, маған осындай бір кісіні жіберші. Менің қызыма бір жол көрсететін, маған жол көрсететін бір адамды жіберші деп жалынып сұрадым. Сосын мен бір күні маған интернетте бүкіл күнде қараймын, интернетте кім бар, сөйтіп
Қазақстан бойынша таппадым мен негізі. Осы Айжамал ханым сияқты онлайн жұмыс істейтін. Менде ол кезде центрға ай сайын алып баратын ақшам болмады. И сол кезде Айжамал ханымды көрдім. Мен бірақ бұл кісіні 3-4 ай бақылаппын. Иә, біз бақылаймыз ғой әдетте. Нәтиже көргім келді. Қандай нәтиже бар, қалай жүргізеді, соның барлығын зерттеп жүрдім. Бірақ маған біраз істеу керек, бірақ мен Айжамал ханымды көріп жүрдім. Білмеймін неге екенін, солай уақыт өткізіп алдым. Бірақ Айжамал ханымға 2 жас 8 айында келдім мен. 2 жас 8 айында келген кезде балам вообще атыма да қарамайтын, сол әріп ештеңе айтпайтын. Айжамал ханым ең бірінші менімен психоматикалық проработка өтті. Яғни іштегі өкпе, реніш барлығын жібердім. Содан кейін менде бір энергия пайда болды. Ары қарай терапия басталды менімен. Яғни маған былай деп айтты Айжамал ханым: ананың состояниесін жөндемей, бала түзелмейді деп айтты. Сіздің қазіргі ойлап жүрген ойыңыз, агрессияңыз барлығы балаға қатты әсер етеді. Сол үшін сіз қашан аузыңызды жауып жүрген кезде бала да солай сөйлемейтін болады. Нәтижеге ұзақ жеткіңіз келсе, бірінші сізбен жұмыс жасаймын деп айтты. Айжамал ханым бірінші менімен жұмыс істеді. Одан кейін менде бір күш пайда болды да, өзімде энергия пайда болды. Айжамал ханым сабақтарын барлығын алдым. Одан кейін Айжамал ханыммен күнде сөйлесем. Күнде сөйлесіп отырдық. Күндіз де түнде де жазам ол кісіге. Бір кезде жылайын, бір кезде айтам, мынау орындамайды, істемейді деп 3 апта солай жүрдім. Мынау айтқанды вообще тыңдамайды, отырмайды. Солай айттым Айжамал ханымға. Ол кісі айтты: бізде мамасы давайте былай көшейік деп айтты. И маған мотивация беріп отырды. Енді қазір қандай? Сонда сіз тоқтамай неше? 1 жыл жұмыс істедіңіз ба? Мен тоқтамай, негізі басында 2 ай тоқтамай жұмыс істедім. Сол кезде қызым бір күні өзінен өзі кәдімгідей бірден оңғайын санап отыр ғой. Мама, папа деп айтпайтын қызым бірден оңға дейін кәдімгі осознанно айтып 2 айдан кейін. Мама, папа, бүкіл сөздерді бәрін ақырын айтып бастады. Тілі келмесе де, бірақ түсіндіріп айтуға тырысады да, кішкене понимание пайда болды. Күшті. Сіз осы аралықта ешқандай маманға, ешбір центрға барған жоқсыз, тек үйде? Жоқ, центрға барған жоқ, өйткені менде 2-ші қызым болды. Сол үйде отырып дайындадым мен. Менде андай, менің мотиваторым Айжамал ханым деймін ғой, постоянно маған мотивация беріп тұрды. Сосын жаңағы қызыңыздың осы алғашқы нәтижесін көргеннен кейін сіз тоқтамадыңыз ғой одан сайын, иә? Иә, ол қызым сөйлегенсімен одан сайын тағы не бар деп үйге заттар алып, баламен жұмыс істей бердім да. Қазір қандай нәтиже? Қазір қандай нәтиже? Қазір шүкір өзі ағылшынша, орысша, қазақша санайды, 1-ден 10-ға дейін. Түстердің барлығын 3 тілде айтып тұр. Одан кейін естістіктермен сөйлейді. Мама, ананы бер. Сосын кейде тақпақ айтады, өлеңдер, көп өлең біледі өзі. Түсінігі қалыптасты, иә? Әнмен қосылып айтады, былай да айтады. Өзі патриот болып өсіп келіп жатыр. Алтын күн аспаннан күнде айтады, менің елім деп. Басқа балалармен ойнай ма? Айтып тұрады солай. Балалармен ойнай ма? Басқалармен тіл табыса ма? Қазір шүкір садикке барады. Қалыпты? Қалыпты бала жағы. Бізде диагноз алынды ғой. Қазір қандай сонда? Қазір шүкір бәрі жақсы. Біз бұрында сыртқа шықсақ, орында отырмайтын, қашып кететін. Ал қазір ондай емес. Айтқанды түсіне, жүр дегенге жүреді, ананы алып бер, ананы сөйтіп, үйде екеуміз тамақ істейміз бірігіп. Күшті Назерке ханым. Құтты болсын. Блин пісіреміз. Оған нетіп қоям. Ананы істеген, мынаны істе деп жұмсай берем оны. Қазір үйде пол жуады өзі. Күшті. Назерке ханым, рахмет енді. Қазіргі жасы 3 жас 8 ай. Қазір шүкір, Аллаға шүкір, бірінші Алла, 2-ші Айжамал ханым арқасы. Қазір сол нетеді. Үлкен дәретке барады, кіші дәретке барады. Ұйқысы да тынышталды. Сөйлеген сөзі барлығы. Сөзі қоры көбейді, ең бастысы. Керемет. Назерке ханым, сіз үшін өте қатты қуаныштымын. Әрбір ананың арманы ғой бұл енді. Рахмет сізге бөліскеніңізге. Рахмет. Жақсы, рахмет сіздерге де. Қандай күшті, Назерке. Енді ерте бастаған аналарда результат тез болып жатыр. Иә. Ерте бастаған. Неғұрлым ерте бастау керек, иә?
Бірақ енді ана уақыт өткізіп алды. Баласы 6, 7, 10 мысалы. Ол аналар уақыт өткізіп алдым деп отыру керек пе, әлде жұмыстану керек? Жасай берген дұрыс. Ары қарай жұмыстанып, бір затты үйретіп үйде. Енді ол жерде қол қусырып отыруға болмайды. Себебі балада агрессия дамуы мүмкін. Одан кейінгіде қиын жағдайлар ары қарай ұласуы мүмкін. Бұл жерде ондай аналарым бар. Мысалы, үлкен жастағы баласы бар. Ана ретінде ол кісілердің айтқан сөздерін көргенде мен жүрегім ауырады. Жүрегім ауырады кәдімгідей. Шынымен енді адамбыз ғой барлығымыз. Сонда қараңыз, онлайн жұмыс істейсіз. Яғни балалармен емес, аналармен жұмыс. Жоқ, баламен жұмыс жасауға анаға бағыт-бағдар беремін. Қалайша? Сенсорлы интеграция бойынша, жаңа вестибулярный система, ол енді аттарын бетіп қиын қылып айтып тастағанда, енді бізге ол Англия, Австралиядан, сол жақтардан келді ғой, енді бірақ қарап тұрсаң өзіміздің үйде ойнайтын, далада ойнайтын, бұрынғы өзіміздің ойындар. Просто қазір бізде балалар коронавирустан кейін кішкене баланың қимыл қозғалысын азайтып қойдық біз. Ол коронавирус деген ол әлемге келген бір не болды ғой. Үйден шықпаңдар, ешкіммен араласпаңдар. Оқшаулану деген нәрсені қолға алды. Сол оқшаулану кезінде біз 3 қызыммен көшеде жүретінмін. Себебі бала 1 жасқа келді ма 1 километр күнде жүру керек. 2 жасқа дейін. 2 жастан 3 жасқа дейін, 3 жастан 4 жасқа солай күнделікті ол қимыл қозғалыс жасап тұру керек. Күнде жүру керек бала. Күнде жаяу жүру керек. Қанша қадам? Әр жасқа сәйкес 800 метрді көбейтеміз. Бұл жүру кезінде мен кішкене аналарға былай түсіндіріп айтамын. Жаяу жүргізсең көп адам түсіне қоймайды ғой, мен айтамын. Сен жаяу жүргізген кезде жаңа нейронды байланыстар мидан аяқ қолға қосылады. 1. Кеуде қимылдайды. Сіз қазір 5 километр жүгіріп шығыңызшы деп бүйтіп ентігіп қаласыз ғой. Сол бала сол жүру кезінде ентігеді. Ол кезде өкпе ашылады. Өкпе ашылған кезде бізде мұрын арқылы эвстахи түтігі деген болады, құлаққа қарай шығатын. Сол құлаққа шыққан кезде сол жерде 3 сүйек болады. Сол 3 сүйек бір-біріне ұрылып, құлақ ішінде жаңа ішкі ұлу тәрізді дене деген болады. Ол ішінде вестибулярный система болады. Біреуі осылай толық айналған, біреуі полу, жаңа жартылай айналмалы. Енді осы толық айналған ойындарға баланы айналдыру, ал жартылай айналғандарға олар качеля деген сияқты. Ол адамның миындағы сағат. Енді осының ішінде лимфоток болады, лимфотоктың айналымы. Сол лимфоток бізде өзінен өзі насосовый не жоқ ота. Жүргізбейді қанды. Ол кәдімгі бала қимыл қозғалыста көп болған кезде бүкіл денеде ол терлеп бала жүреді ғой, ырсылдап бүйтіп жүгіріп, шаршап кәдімгідей. Сол жүрген кезде жаңағы лимфоток жоғарыға шығып, слуховой нервке барады. Слуховой нерв бізде енді есту жаңағы нерві. Ол есту нерві бізде жаңағы өзінің есту орталығына барады. Есту орталығында енді тағы бір нәрсе айтамын мен аналарға. Бізде көру мен есту орталығы бірге орналасқан. Осы жерде есту орталығында сөздерді ажырату деген болады. Дыбыстарды ажырату, сөйлемді ажырату деген нәрсе болады. Осы ажырату нәрсе дұрыс болу үшін осы бала жаяу жүру керек көбірек. Сонда ол зейіні тұрақтанады. Ол жерде уже көрумен бірге жұмыс жасайды. Ми бұл жерде бір-бірімен көп байланысқа түседі. Баланың миын алған кезде мына толық үлкен орында алып жатқан 2 шаршарға қарағанда мидың бізде бағанасы көп рөл ойнайды. Жаңағы рефлекстердің бәрі ми бағанасында болады. Ол жерде жұлыннан сопақша ми деген Баролев көпірі, ортаңғы ми, сосын барып жаңағындай мишық и ары қарай екі жақ жаршар миына барады. Миды жаттап аласың ғой. Мен кез келген суретті қарасам көз алдыма мидың суреті. Иә, солар бір-бірімен байланысты арттыру керекпіз. Бұл жерде баланың миында нейрон, мен айтамын, сен лампочкасын жақ деймін да. Сен бірдеңе үйрет, сол жерде лампочка жанады. Солар нейронның байланыстары. Әрбір үйренген нәрсе бала үшін жақсы әсер етеді. Яғни жаңа нейрон пайда болады, иә? Сосын балаға ананың состояниесін маңызды дейтін менің ана без жизненное лицо түрінде қалып кетпеу керек. Ютубта іздеп көрсе аналар тауып көре алады. Без жизненное лицо мамы деген. Сол жерде ананың көңіл күйі, яғни ол ұзақ уақыт депрессия, стрессте болып қалмау керек. Өзін тезірек жинақтау керек. Депрессия мен болмадым деп айта алмаймын, мен 2 жыл болдым. Бірақ сол 2 жылда мен қалай өзімен жұмыстанғанымды басқа аналарға үйрету арқылы тезірек шығуларына көмектесіп жүрмін қазір. Ананың көңіл күйі өте маңызды. Ананың жаңағы уайымы,
біз балаға сену керекпіз. Бірінші баланың сөйлеу жолында балада сенімділік болу керек. Сенімділік болған кезде ол ойындағы нәрсе. Сенің сеніп тұрғаныңды балаң қайдан білсін? Сенің сенетініңді ол бір ішкі бір көрінбейтін нелер ғой. Ол ана сенімі, ана мен бала байланысы деген нәрселер, ол өте көзге көрінбейтін заттар. Ол деген былай ғой, сен балаңды ана жерге шығарып, мысалы мен былай айтамын мамаларға, сен Головкин, мысалы Головкиннің мамасын деп елестетші өзіңді. И жарысқа жібердің, отырып алып жеңіліп қала ма, таяқ жеп қала ма деп қорқытсаң балаң жеңе ма деймін да. Сен балам жеңесін, осы ұтыста ұтасын деп шықсаң, балаңа қалай күш бересің? Сен состояние ғой ол. Кез келген бір олимпиадаға бір жаққа жіберген кезде сен, мысалы біздің өзім анам солай әрдайым күш беріп отырады да бізге. Сендер адам білім болса, сен денің сау болса, талпынсаң, еңбектенсең, кез келген нәрсенің нәтижесі болады. Біреу істеген нәрсені адам жасағанда адам жасайды. Иә, жасайды ғой, бірақ шынымен де біз көп шектейміз өзімізді. Ананың қолынан келмейтін шығар. Мен оны қалай істеймін? Ол менің өзім басынан өтті. Оның барлығы мен мысалы даже айтамын ғой, өзім жолыққанда ғой деп айтамын қазір. 6 айлық кезінде қызымның, 2 жас кезінде осындай өзім сияқты бір дәрігер жолыққанда ғой деймін да. Себебі мен жарты уақытым біліммен кетті. Жарты уақытым Инстаграм деген салаға мен мысалы универде болмаған. Осы диагноз іздеу арқылы келдім. Оны жүргізудің өзі бізге мысалы мен қазір Инстаграм жүргізбеймін көп мысалы да. Оның өзі көп энергияны алады. Сіздің кеше көрдім ғой анау кез келген ананың жазып отырған, оларға жауап беріп, олармен жұмыс істеу керек. Біреу жылап отыр, біреу күліп отыр, біреу уайымдап отыр, біреу ренжіп отыруы мүмкін. Сондықтан әрбір анамен жұмыс істеу. Сіз дұрыс нәрсе айтпасаңыз, ол баласынан алуы мүмкін өшін мысалы, иә. Сондықтан өте қиын, жауапкершілігі мол жұмыс сіздердікі. Енді мен айтамын ғой, көбінде көп адамдар айтады, не жұмыс жасайсың? Мен Қазақстанда жоқ жұмыс жасайын деймін ғой. Ол қандай жұмыс дейді да, енді осылай деп түсіндірсем, олай да боламын ба деп таңғалады көп адамдар. Даже мен бұл саланы көбінде жарыққа алып шығамын деуіме аналарым көп себепкер болды. Әрбірінің алғысы, ерте қолға алғаны. Бір ана мысалы менде студент өзі Түркияда баласына диагноз қойылған, не істерін білмейді. Өзі студент. Мамандарға апарса ол жақта түркше сөйлейді. И сол жердегі жазылғаннан кейін көрсеткен түрік дәрігері қалай жаздың деген ғой. Қазақстанда бір дәрігер онлайн емдейді деген. Ол кісі таң қалған. Маған алғыс айтқан кезде былай айтты ғой. Айжамал ханым дейді, осы диагнозда бір грипп бар ғой, кәдімгі тұмау секілді. Жеңіл қабылдайтындай күнге жеткізіңізші сіз деген сөзі мен жүрегімде қалып кетті. Осы диагноздар бір жеңіл болып қалсыншы осы қоғамда. Тез жұмыс танса нәтиже беретін көрсінші аналар. Содан көп мысалы сол мамандық жолында. Физикалық тұрғыда әп-әдемі, сап-сау, ешкім бір қарағаннан байқамауы мүмкін, бірақ кішкене көз салып қараған кезде қимыл қозғалысынан, баланың өз-өзін ұстауынан байқап қалады, иә? Мысалы, ерекше басқаша екен. Бірақ, мысалы, мен көп ата-анаға айтамын, шынымен де балаң өз аяғымен жүріп тұрады. Өз қалаған нәрсесінің қолын созып ала алады, жей алады, сені құшақтай алады. Енді көп нәрсені істей алады, сондықтан бұл состояние деген нәрсені жеңіліп қалуға болмайды. Жеңіліп қалуға болмайды шынымен де. Бірақ дәрігерлер қорқытады ғой. Дәрігерлер қорқыту керек бір жағынан. Қорқытпаса болмайды. Себебі кейбір аналар салғырт қарауы мүмкін. Үйдегі үлкен кісілердің 5 жаста, 10 жаста сөйлеп кетеді деген сөздердің әсері оларға өтіп кетпеу керек. Себебі қазір заман жаңа. Балаларға мектепте талаптар күшейтілген. Мысалы қарап тұрсақ та, сосын қазіргі заманда ана жұмыс жасау керек мысалы, иә. Ана жұмыс жасау үшін бала мектепке бару керек. Кәдімгі қалыпты балалармен барған үлкен бақыт қой негізі. Кез келген кеш даму бар анаға. Сол күнге жеткізу үшін сізге бірінші анаға керек ол жағдай. Иә, жан-жағыңыздан көмек сұраңыз, көмектескенше адамдар көмектессін, бірақ өзіңіз көп күш жинаңыз. Алладан сұраңыз күнде. Мен өзім әр сабақты мысалы айттырмын ғой, 4 жылда осы білім жолына 30 миллион кетіпті. Тек білім жолына. Сіздің білім алуыңызға 30 миллион кетіпті. Иә, оның ішінде барлығы бар. Тек бір сөйлеу деп айтпаймын. Инстаграмды жүргізу, өз-өзіңе продюсер болу деген бар. Сен курс жасап шығарып, оны курстарыңыз бар сіздің? Бір ғана курсым бар менің. Сөйлеу құпиясы деген. Болды. Оның ішіне бүкіл сабақты біріктіріп тастағанмын. Мен әрқайсысын бөлек-бөлек беріп, енді мынаны аласың, енді мынаны аласың деп отыра алмаймын. Бірақ өте ауқымды тақырып.
оның ішінде ананың тұлғалық дамуы, ананың эмоционалды интеллекті. Сен әрбір баламен жұмыс жасау кезінде, қоғаммен, любой кез келген жағдайда эмоциялармен сен бастан кешіресің. Сол эмоцияны тез басынан кешіріп тасташы деп шақырамын да. Сынып қалмашы деп. Сол үшін аналарға бола ол сабақты біз 6 ай аудардық. Маманға нетіп, сүйеніп, мен себебі орыс тілін қазақшаға андай 100% былай дәлме-дәл аудара алмаймын. Сол үшін мамандарға жүгіндім. Эмоционалды интеллект ана үшін. Бірақ сен эмоционалды тұрақты мықты болған сайын оны балаға бересің. Сосын одан кейінгі сабақ жаңа тұлғалық даму и аналарға өздеріңді дамытыңдар деймін. Мамандық жолында. Өзіңнің бақытыңды баланың сөйлеуіне байлап қойма деймін. Ол бір нәрсе менде. Сен жұмыс істемей өзіңді шектеп қойма. Сен ресурсты қоғамнан, қоғамға пайдалы болу арқылы, жұмыс жасау арқылы аласың, сол энергияны кеп балаға бересің. Себебі ана үйде баланың қасында былай 24-те жетіп отыра берсе шаршайды. Қатты шаршайды. Енді көп аналар айтады ғой, қазір мысалы мен балам үшін, осы ерекше балам үшін жұмыс істей алмаймын. Енді бұл жерде жасқа байланысты көп нәрсе. Енді мен көбінде өзімнің жағдайыммен көп айтып түсіндіріп қоя беретін әдетім бар да. Мен осылай істедім ғой, сен де істе, онлайн дамыт, ананы жаса, былай жаса, амалын тапшы деймін ғой. Дипломға қарап қалған жоқ ештеңе. Енді сізге мүмкін дәрігер болғаннан кейін жеңіл шығар. Жеңіл болды, негізі мен оны мойындаймын. Себебі Қуаныш Шоңбайдың екінші болма деген кітабын алдым. Сол кезде мен қызым диагноз тұр. Мен жұмысқа шығу керекпін, бірақ үйде 3 айлық қызым бар, 3 жасар, 2 жасар қызым бар. Сол кезде мен екінші болманы 3 күнде оқып бітірдім. Там қолым босып, түні оқып, кітапты жаптым да айттым. Сен дәрігерсің бір. Саған бұл сала жақын. Қызының диагнозын жолы саған жақындау. Сен бұны онлайн апшаласын. Қуаныш Шоңбай кез келген мамандықты онлайнға ауыстырыңдар деп сол жерде жақсы жол көрсеткен. Сосын айттым өзіме, осы жолды алып шығасың, и логопедтің бүкіл курстарын оқып, осылай бүкіл нәрсені алып келдім ғой, бірақ бір менің қазір сіз нейропсихологияны оқып жатырсыз. Ол мамандыққа келуімнің себебі Шымкент қаласында медакадемияда 2 жыл қатарынан психиатрия мамандығына түсе алмадым. Гранттан бөлек мен платныйға түсе алмай қалдым. Енді мен оны бүйтіп бір не деп айта алмаймын, бір болған шығар енді. Алланың қалауымен сондай болып қалды мүмкін. Бірақ 2 жыл мен документтерімді как штук медицинский осмотрдан өтіп, дайындап, мен түсем деп барып, экзаменге кірдім. Біріншінде 39, одан кейін 50 балл жинап, платныйға өту үшін 75-тен асу керек болды. 2 жыл, осы жылда түсе алмаған, түсе алмай қалдым. Одан бір группаласым айтты, сен давайте Россияда осылай онлайн оқуға болады екен, нейропсихология тапсырып көрші, осы мамандықта осымен жүр ғой. Кеңінен алып шығу үшін, осы саланы. Ол мамандыққа түстім, қазір оқудамын, экзамен тапсырып Алматыға барып келудемін. Сосын бұл жолда мен сенімді үйде отырып жұмыс жасауыма Россиядағы прогноз клиникасын құрылуына себеп болған Олег Ефимов пен Виктория Ефимованың кітаптары маған көп көмектесті үй жағдайында. Бірақ ол кітапты кез келген ана оқып түсінбейтін еді деп ойлаймын. Себебі мен оны оқып, өзім медициналық біліммен біріктірдім. Все дети гений сабағымен біріктірдім. Одан кейін тағы да бір сенсор интеграция сабағы, мидың қалай былай дамып жоғарыға шығатын мышление дейді ғой. Мышление мен логикалық түрде құрастырдым сол нәрсені. Сол кезде сол Виктория Ефимова осы жолы бізге сол нейропсихология сабағында спикер болып келді. Ол кісінің бүкіл методикасын білем, бірақ мен ол кісіге алғыс айту үшін бардым. И ана кісінің алдына барып, мен кітаптарын сатып алдым да, сол жерде бар 2 кітап бар. И алғыс айтып атып жылап қалдым. Олег Ефимов коронавирусінде өмірден өтті ол кісі. Мен мысалы бұрын кішкене андай ұлтжанды кісі едім да. Қазақ деп қалған да. Сол кезде маған мысалы орыс ұлтының, Украин, Англияның, Австралия мамандарын барлығы көмектесті. Содан кейін мен андай адамдарға бір нейтралдық қарау не болды да. Мен ана кісіні көріп бір рахмет айтқым келді ғой. Ол кісі қазір жас 60-тан асты ғой. Ол кісі 40 жылын осы салаға арналған. Сіз біздің Қазақстандағы балалардың дамуына қосқан үлесіңіз үшін рахмет деп қазақша айтып отырмын ол кісіге. Аударып беріп отыр бір кісі. Жылап қалдым. Ол кісіні құшақтап қатты бір андай бір сондай сезім болды менде. Бір ғылым жолында жүрген адамдарға мен үлкен басым деймін. Осы салада жүрген оңай сала емес. Бір сенде бір спонсор бола қоймайды, нәтиже бір күнде бола қоймайды, вау дейтін эффект болмайды.
мысалы да эффект бірден болмайды бұл жерде. Бір өте қиын сала ғой негізі, тем более баламен оны анаға түсіндіру керек. Светті жағып өшірдің өзің мысалы. Қанша уақыт үйретесің? Иә. Бізде сол свет жағып өшіру деген наоборот көп болатын еді да. Біз үйде бүкіл светті жолдасым скотчтап немен жауып тастаған. Қызым 3-ке толған кезде кейін түсінген кезде бірақ алдық біз. Нелерді. Атты күндікті сол жерде тұра беретін ғой, жағып өшіріп. Кейін мен аналарыма былай түсіндіретін болдым, бірақ сен наоборот берші сол нәрсені. Ол жанып өшкенде ол қолынан бірдеңе келді деп бала қуанады екен да. Мен аны бастым, мына жерде свет жанды, мен күшті нәрсе істедім деген нәрсе ол миында сондай бір қуану сезім болып тұр. Ол анау болады ғой, енді айтады ғой, аутизмда жаңағыдай раста стимул, бір нәрсені қайталап істей берсе деп, оны шектей алдап жер деп мысалы. Кезінде, бірақ қазір аналарыма айтамын, жаға берсінші, сен қасына бар да, светті жақ деп айт, өшір деп айт. И плюс мына жақта басқа нәрсені үйрете бер. Ол ойын бөлісен. Мен айтамын былай, кругозорын кеңейтші деймін. Ол кеңею үшін сен көп нәрсе оған көрсету керексің. Бәрін өзің айтуың керексің. Иә, айту керексің. Ал ауылдағы балалар бар ма сізде? Ауылда отырған ата-аналар балалармен жұмыс істеп отыр? Менде қазір как раз сондай бір анам бар да, ол кісі бұрыннан айтып жүрген, Айжамал ханым, сіз неге тығылып жүрсіз? Неге шығармайсыз осы саланы? Айтыңызшы, көрсетіңізші. Осылай нелерге шығыңызшы, неге шықпайсыз? Сізге ұсыныстар түседі ғой, қабылдамайсыз, бізге айтасыз да, үндемей жауып қойып отыра бересіз парақшаңыз дейді. Бұл Айжамал ханымның алғашқы сұхбаты. Иә. Иә. Ертең мен таң қалмаймын сізді. Өзге де телеарналар шақырып бірінен соң бірі сұхбат алып жатады. Көбінесе жаңа маған айтады ғой, сізге шықтық, қазір бүкіл телеарна эфирге шақырады. Ол жақсы, өйткені нәтижемен бөлісу керек, мамам бар екенін өзге ата-аналар білу керек. Осыдан кейін сіз ашық боласыз деген сенімдемін. Айжамал ханым, жаңа ауылдағы ата-ана. Ауылдағы ата-анамын. Нәтижеге жетті ме? Иә, ол кісі Алматыға барды, бір күн, бір ай төлеген 500 мың теңге. Қарап отқан ғой. Ол кісі негізі өзі де көп айтады, мен аналарыма да көп шығып айтады. Ол кісі тоже 7 айда, мен білмеймін, бір совпадение, мен аналарым 7 айда, 1 жылда ерте бастаған аналар результатқа шығады. Ол кісіге негізі баланың 7 айында бастады ма? Жоқ, баланың 1 жас 10 айында бастады. Ол кісі мен ерекше есімде, қазір ол кісіге жұмыстан қайтып қалған шығар Шымкентте. Ақсұлтан мамаға берші. Ақсұлтан мамаға бер. Ақсұлтан немесің? Онда кімсің, мамаңа берші, пожалуйста. Дәрігер Айжамал хабарласып жатыр деп айтасың. Иә? Мамасы бар ма екен? Ол балалар бар ғой, видеозвонокпен звондағанда сотка дірілдейді, сол кезде барып көреді ғой. Баласын ба? Қазына ханым, мен сізге хабарласайын деп жатырмын, қазір қайттан хабарласайын, номерімді звондаймын, алыңызшы, иә? Интернет жай ұстап тұр. Аламда балдарда болған ғой сотка. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Бұл Әйгерім Сейфолла. Сіздің есіміңіз Қазына екен, е? Иә. Сіз ауылда тұрасыз ба қазір? Иә, ауылда тұрам. Енді дәрігер, доктор Айжамал айтып жатыр, ауылда тұрып-ақ күшті нәтижеге жетті деп. Балаңызда қандай нәтиже бар қазір? Қандай жетістікке жетті? Шүкір Аллаға, бізде 1 жас 10 айында білдік баламызды. Қандай диагноз қойылды? Бізге 3 диагноз қойды. ЗПРР, сенсомоторная алалия, аутистский спектр деп. Өте ауыр деп біздік. Сосын жаңағы Шымкенттегі неге барды? Врачқа, невропатологқа, Айжамал доктордың айтуымен. Қаюмов деген мырзаға. Сонымен оған бардықта ол кісі айтты, 3 жылдың ішінде балаңыздың диагнозы өте ауыр, 3 жылдың ішінде диагноздан шығарсаңыз шығарыңыз, алфа-терапия деген сабаққа күніге қатыстырасыз деді. 3 жылдың ішінде балаңызды шығарсаңыз шығардың, шығармасаңыз балаңыз аутист болады деді. Сонымен не керек? Жылап еңіреп кеттім. Сонымен өзім жаңадан босанғам, 17 күндік балам бар қолымда. Туа салып білген ғой диагнозды 5 күннен кейін. Сонымен
бір ай жылап жүрдім мен. Сонымен Алматыға бардым, Шымкенттен абатерапия тапқаным, ойладым мен тек абатерапия көмектеседі деп. Сонымен сөйтіп жүргенде Айжамал доктор жаңағы өздерін таптым үйде отырып. Бірақ оның айтқанын істегім келмейді, өйткені өзім істеймін барлығын. Маған тек өзің істетеді, маған ол ұнамайды. Сонымен біреу істеу керек маған. Сонымен Алматыға барып 10 күн, жаңағы 27 күндік баламмен сандалып, бірақ жаңағы кім айтты, істеген абатерапиядағы қыз айтты, сіздің балаңызда қатты аутистік жоқ деді. Сіз жақсылап АФК маманымен барсаңыз, үйде өзіңіз осы жаттығуларды жасасаңыз, сіздің балаңыз нәтиже береді, жақсы 7-8 айда деді. Сонымен одан да кеттім. Сонымен ауылға келіп тағы жылап, Шымкентке кетемін деп, Шымкенттен квартира жалдап, күйеуіме жаңағы АФК-ға барам, анаған барам деп сабаққа қаттым. Содан ровно жаңағы ол кезде де Айжамал доктор тыңдағым келмейді, қоям, қашып жүрем одан. Сонымен не керек, бір ай сабаққа бардым, бірақ нәтиже жоқ баламда. 4 баламен әбіржіп кеттім квартирада. Сонымен көзімді жұмдым да күйеуім шақырып қайтам ауылға дедім. Сонымен қайттым ауылға. Сөйтіп жүргенде балам 2 жастан асып кетті. Ауылға келдім, балдарым сентябрьде сабағы басталатын болып. Ауылға келдім, жаңа Айжамал докторымен қайттан дос болдым ғой. Ана берген сабақтарым қайттан дұрысталып, мән беріп, тыңдап, күнде жарты сағат жаттығу істе дейді, жаңа Құдайдан тіле дейді, жаңағы сонда қайттан миыма кіргіздім ғой. Сонымен действительно содан басқа нәтиже көрмедім мен. Қазір балаңыз қандай нәтижеге жетті? Сонымен не керек, 7 айдың ішінде мен үйде тоқтатпай 4 ай тоқтатпай өзім жұмыс жасадым ғой. Күнде садикке жіберемін, 1 сағат тоқтатпай жұмыс жасаймын. Көшеге шығарамын, далаға жаңа айтқанын бәрін істеймін. Сонымен жаңа уже баламды жайлап результат бастала бастады. 1 айдан кейін, 1,5 айдан кейін уже результат шыға бастады. Уже элементарный әкел бер деген түсініп бастады да. Ол кезде бізде вообще ондай да жоқ еді ғой. Қашып кете беретін машинаның астына қарай. Сонымен жайлап уже өзім көзім жете бастады, нәтиже шығып жатқанға ше уже. Ана өзім беріліп балаға жұмыста шын ниетімен Құдайдан тілеп, дұға тілеп жаңағы жаттығу істесе, шынымен Құдай көмектеседі деген да. Сонымен уже нәтиже шыққан, сонымен мен қуана бастадым. Сонымен не керек, баламды 7 айдан кейін жаңағы врачқа апардым. Бірақ соның арасында айтпақшы, мен жаңа қаладан қайттым ғой, сөйтіп Жанар докторға жазылдым. Как раз декретке шығайын деп жатыр еді, сол моментте үлгердім. Сөйтіп Жанар доктор маған жақсы, баламда көп дефицит бар екен. Сонымен қосып жұмыс жасадым ғой мен. Витаминдер, базымен қосып ше. Сөйтіп Жанар докторында көмек көп болды жаңағы базы арқылы да. Ол кісі де жаңа үйде көп жаттығу жасаңыз деп ол маған тапсырыс береді. Сөйтіп ол кісімен де хабарласып тұрамын. Бізде дефицит көп екен. Сонымен екеуін комплекс қылдық та. Сонымен тоқтатпай жұмыс жасадым. Сосын әдейі жаңағы уже есі кірген кезінде жаңа ана врачқа қайтып бардым ғой, баламды көріңізші деп, сол кезде айтты, вообще вы супер, мынау қалай деп та, нәтиже қалай 7 айдың ішінде деп та. Сонымен соңыз диагноздан шығарды. Қазір қандай сонымен балада диагноз жоқ? Бірақ балада диагноз бар, ВРР деген диагноз. Сөз қорымен жұмыс жасау керек. Қазір балаңыз не істейді сонда? Тақпақ айта ма? Балам 4 шумақ тақпақ бар ғой кәдімгі. Соны тоқтатпай айтады. Уже бізде деген, уже 7 айдан кейін диагноз шықты, сонымен диагноздан шықты, сонымен мен де жаттығуды жайлап қойып бастадым. Бірақ жаңағыдай садикке апарамын, жаңағы дамытушы ойыншықтармен. Өзім үйде жасауды қойдым да. Бірақ сөйтіп жүріп жұмысқа шығып кетсем қайттан, декреттен кейін. Сонымен садикте көп жұмыс жасадық. Қасымда болды, өзім де балабақшада істеймін. Қасымда болады да. Балаңыз басқа балалармен ойнай ма? Басқа ойнамайтын еді, қазір ой, күшті ойнап, достарының садиктегі 20 бала болса, 20 баланың атын бәрін айтып береді ғой. Дос, иә? Достары бар? Достары бар? Иә, достарын атын айтады, Айман, Шолпан, Уали, Алтынбек деп бәрін айтады, Ханшайым деп.
Күшті. Достарың атын айтшы десең үйде бәрін қалауын айтады. қалай білдіреді деп сұрайықшы. Ал үйде қалауын қалай білдіреді? Үйде қалауын айтып білдіреді, сөзбен толық сөйлейді. Ренжіп, бұртиып, бүкіл эмоциясын көрсетіп, ашуланып. Оның бәрі бар. Сөйтіп, маған айтады қазір. Уже күннен күнге не шығарып келатыр. Сөздері көбейеді да, мама. Маған ренжісе айтады. Мама, жаңағы, қойшы шақты. Мама, мен сені, не дейді, жазалаймын дейді. Қазақша сөйлейді тағы. Күшті. Мен сені жазалаймын дейді, сосын бүйтеді. Анашым дейді, ау десең, мен сені жақсы көремін дейді ғой. Қазына ханым, рахмет сізге. Бұны естіген аналар енді шынымен де тоқтамайтын шығар. Көп аналарға жай ғана. Соны мен де ойлаймын да баста жаңағы. Неге бардым ғой, біреуге сеніп, анаған апару керек. Анаған апарсам точно осыдан жазылып кетеді балам. Жаңағы шығып кетеді деп ойлайтын да. Сонымен жаңа өзім жаңағы келе бере тәжірибеммен тез енді шешім қабылдадым ғой енді. Негізі ананың сауаттылығына да байланысты да. Бұл жерде ше. Және баланың жасына да байланысты ғой. Жасына көп байланысты. Иә, дұрыс айтасыз. Сосын жаңағыдай ата-аналар соны түсінсе деймін да, соған мынандай бүйтіп не істеймін ғой, жаңағыдай түсіндіре алмаймын ғой, уже ауылда да біраз ата-ана бар да менімен сөйлесе, жаңағы балдар диагноздан шықпай жүр, сен балаң қалай шықты, қалай тез нәтиже берді деп, Айжамал докторға да жазылады. Жаңағы Жанар доктормен де связда бәрімен неге мен балам істейді дейді. Өйткені ол өзі жұмыс жасамайды да. Дұрыс айтасыз. Жұмыс жасамағаннан кейін, жаңағы айтқанын тыңдамағаннан кейін жаңағыдай болады да, ол соны өзі жұмыс жасаса деп тұрмын да соларға ше. Рахмет Қазына ханым, рахмет сізге. Аман болыңыз. Балаңыз қуанта берсін. Рахмет. Иә, міне күшті. бұл жерде бала жасын көп ескереміз ғой. Бала жасы кішкентай болса, тезірек мамамен тез үйге күшті тіл табысып, бірге сөйлеп кетеді. Енді баласы жасы өсіп, мысалы мамалар келеді ғой, баласы 5-те толған кезде, 6-ға толған кезде кішкене қиындау болады. Бірақ шығуға болады. Конечно. Енді қараңыз, сіз қызыңыз қазір жақсы результатқа шықты, мысалы тілім тасқа. Енді балада стресс болса, балада қандай да бір жағдай болмай қалса, қайтадан сол күйге еніп кетуі мүмкін бе? Сондай бір қорқыныш болуы. Тоқтамау керек. Тоқтатпау керек. Қимыл қозғалысты, сотка, телевизор көбінше шектеу керек. Бала сөйлемей түсінбей ма, шектеңіздер. Одан үйде көбінде мысалы теледидары қосылып тұрады. Ол шум. Бала телефонда отыруы мүмкін. Иә. Ол қандай әсер етеді? Ол шум құлақтан жаңағы ішсек ұру керек, вестибулярный аппаратты соғу керек. Осы жерде сіз тоқтатпай бір түсінбейтін бір тілді қойып қалсаңыз, басыңыз ауырып кетеді ғой. Сосын көру арқылы, ол жерде көру көп болады, көруге көп күш түседі. Мидың орталығында көру мен есту бірге орналасқан. Көру шаршаған кезде есту де тоқтатады. Шаршадық біз дейді. Естуді өшіріп тастайды. Бала там музыкаларды естітеді, бірақ сөздерді аңғару, ажырату деген нәрсені естімейді. Балаңыз, мен айтамын, мақұл, барлық бала телефон көріп сөйлеп жатыр ғой деп айтасыңдар, бірақ шар үрлей алған кезде беруіне болады бір 15-20 минутқа. Еще сенің сөзіңді қайталап сенімен сөйлескен кезде. Оға дейін меніңше шектеңіздер. Біз өзіміз Ешуақпен Жаңаөзенде общежитие тұрған кезде 2 жыл телевизор болған жоқ. 2 жыл бойы біз үйде папасы екеуміз күнде жұмыс жасап, сол басында бізде папасымен көп қарым-қатынасқа жақсы түсті қызым. Бірақ мен кейін өзім қосылдым. Түсіндім, кінә сезімнен айырылу керек екенін түсіндім, кінә сезімнен айырылдым, өзіме шабыт бердім, өзімді дамыттым, күш алдым мысалы, солай біртіндеп қосылдым мен жолға қызыммен. Оған дейін папасы без проблем ойнап, күліп, қош, ауру емес ол. Ойлапмашы вообще ауру деген нәрсені сен осылай енді ауру деп қарамау керек, иә бала. Бізде дәрігерлерде диагноз, тек диагнозбен жұмыс жасадық қой. Мен ол 7 жыл миымда қалып кеткен нәрсе ғой, мысалы. Диагноз, қалай шешім табу керек, сондай нәрсе да. Ауыл мен ойлап қалатын ғой, бұл ауру деп қайғырып отыр деп та. Мен ол кезде қайғырып емес, мен шешімін іздеу үшін жүгіріп жүрдім да. Сол үшін жаңа курс алу керекпін деп шырылдайтын. Жаңа сабақ алу керекпін, мен жасау керекпін, басқа аналарды үйрету керекпін. Басқа аналарға үйрету арқылы мен өзімнің қызымда болатын, алдын ала болатын нәрселерін алдын алдым деп айтамын. Мысалы, невроздық жағдайда қызымда алдын алдым. Мен кішкентай кезден бастадым. Мысалы, оны маған қызым 3 жас кезде басқа үлкен жастағы бар аналар айтты да. Баламда мастурбация бар, мысалы,
тырнағын көп тістейді. Осы көп өзінің неврозының белгілері бар ғой. жіберіп қояды. Иә, НРС солардың алдын алу үшін мен жаңа курс алып оқыдым. И өзімнің қызымда көп алдын алып отырдым. Соған да мен бір жағынан өкінбеймін. Осы жолда жұмыс жасағаныма, тоқтатпағаныма. Қазір де мысалы жолдасының қолдауымен келіп отырмын, Айжамал. Ол кісі де осы недавно маған кішкене қолдауын көрсетіп енді бастады. 1 ай болды негізі. Жоқ, ол кісі де о бастан қолдаған ғой. Қызымның жолында. Әдетте мамандық жолында емес. Мамандық жолында. Иә. Әдетте диагнозды естіген кезде көп ер азамат айтып тұрады. Бірақ мамандық жолында маған тасташ деп көп айтты. Тасташ, сен көп энергияң осы жаққа құртып қойып жатсың. Таста қызыммен айналыс, бірақ өзгемен бөліспе деді, иә, жариялама деді. Сен Инстаграмда көп уақытыңды кетірме. Просто демалшы дейді маған. Енді ол кісі мені көріп шаршағанымды көреді. Бала шағамызға қарап, өзіміз отырайық, мындай жамылып, біз ешкім танымасын депті. Сондай сезім болды, кажется, ол кісіде. Бірақ осы жолы екеумізге бір Құранмен оқитын бір кісі бұл ізгі жолды жаппаңдар деді. Жолдасым айтты именно. Бұл ізгі жолда жолдасына көмектесіп қайта. Бұл сіздің миссияңыз, иә? Енді солай болып кетті ары қарай. Мен тастай алмайды екенмін. Негізі тастаймын деп қанша рет. Қандай анандай результаттарды, нәтижелерді көргенде сөйлей алмайтын, түсінігі жоқ, мүлдем агрессивный бала келді алдыңызға, мысалы, иә? Анасы келді жылап, не істерін білмей. Сол балалар қазір тақылдап тұрса, өзіңмен ұрысып тұрса, қандай күшті мысалы. Иә. Сонымен негізі тастаймын деп көбінде тастаймын дейтінмін де, бірақ ойым Айжамал тұр, ұйықтама, Айжамал тұр, ұйықтама. Сізбен менің сұхбат жүргізуіме көптеген аналар себепкер болды. Яғни сізді осы әрбір сұхбатымның астына, жаңағы парақшама қайта-қайта белгілеп, осындай доктор Айжамал деген бар, менің баламның нәтижеге жетуіне, сөйлеп кетуіне сол кісі көмектесті, Әйгерім ханым сол кісімен сұхбат жүргізіңізші деп қайта-қайта белгілеп жаза бергеннен кейін, мен мысалы сізді білмедім. Содан кейін көп мамандардан сұрай бастадым. Содан кейін сіздің парақшаңызға кірейін десем жабық жаңағыдай. Сөйтіп зерттеп барып, міне шақырып отырмын, сәті түсті, иә. Сондықтан жаңағы айтып отырған сіздің чатыңызда отырған, сізбен жұмыс істеп отырған аналар бұл әлі аз. Өйткені Қазақстанда ресми тіркелген, тіркелмеген, үйде жасырып отырған балалар саны өте көп, осындай диагнозы бар. Сондықтан сол аналарға көмектесе беріңіз. Өйткені сіз жай ғана маман емес, сіздің басыңыздан өткен жағдай ғой бұл. Сіз біздің жағдайымызды жақсы түсінесіз, иә? Деп бастап бара жатсаңыз, бірден іліп әкетіп, ол кезде бүйту керек, сөйту керек. Аяп отырмаймын мен аналарды. Сондықтан парақшаңызды ашыңыз енді. Көбірек жұмыс істеңіз, көбірек сұхбаттар беріңіз. Енді былай ғой, менде қазір 5 қызым бар, өзім босанам, Алла қаласа. Оларға да анайды етікші етікке жармас болып қалмасын деймін да. Оларға көбірек көңіл бөлемін. Отбасын, мен балаларды мысалы мамандық жолында жүрсем де, бұл мен мамандық жолым балаларға қатысты болды, балаларға мен жақсы көңіл бөлдім. Балаларыма енді үйде отбасы дұрыс дамытуға тырыстыңыз сіз. Сол жолда дамытып, көрсетіп аналарыма жүрдім. Тәжірибе ретінде оны жабық парақшада 360-дан ғана көріп отырды. Енді мен алдағы уақытта негізі көбінде отбасыма да көп, мен оны 50% отбасыма арнайын деп айтамын. Енді аналарға айтарым, қалай айтсам болады, алдағы уақытта негізі мен бір семинарлар жүргізсем деп едім енді. Кішкене әр қалаға мен күнде бара алмаймын, дұрыс па? Балаларын көп күнге тастап кете алмаймын. Бір қалаға барған кезде мені сол қалаға келеді деп естідіңіз ба? Келіңіз. Менің бағытымды тыңдаңыз, естіңіздер, күш алыңыздар. Біз бір-бірімізге күш береміз. Жұмыстаныңыздар. Уақытты босқа өткізіп алмайық. Сол семинар туралы осы 1-2 айда ғана қолға алу мүмкін. Бірақ ары қарай мен көбінде осы Алла қаласа жақсы босанып неткеннен кейін, жеңілдегеннен кейін. Иә, сол қалыпты бала даму жолын көбірек акцент қойғым келіп тұр. Бала туғаннан өмірге келгеннен, жалпы көтергеннен бастап, одан кейін оның өмірге келгеннен бастап, ана қалай байқау керек, не істеу керек, қалай дамыту керек, иә? Өйткені түсіріп көрсетесіз. Иә, мен қазір осы салада отыра бергенмен қарасам, нақтан бомб болып шығып жатыр ғой. Басқа кішкентай балалар уже көбейіп келе жатыр да. Сол жақта кішкене алдын алуға бір септігім тисе екен деп отырмын. Қалыпты бала даму жолын бір қиын нәрсе емес ол. Бір көріп біліп алыңыз, барлық балаңызға пайдаланасыз. Немереңізге пайдаланасыз, мысалы кейін де солай да. Білімді алу керек. Тем более қазіргі дамыған заманда
айтын, мысалы ойлап қараңызшы, біз телефоннан әже мен бір Жаңаөзенде пожарный часта отырып, сізді түсінбеуі мүмкін, мына кісі біресе Жаңаөзенде, біресе Шымкентте. Бұл кісінің жолдасы әскери адам, сондықтан Жаңаөзенде анда-мында жүрдіңіз. көп уақыт әр жақ арқада болдық. Сол мысалы бір қарапайым жерде отырып, мен үйде отырып соткаммен, мысалы да, сонымен қызыма көмектесе алдым ғой үйде. Басқа аналарға көмектесе алдық. Мысалы да, бір мен емес қанша команда жатты, мысалы көмектескен қыздар болды. Ата-анам, ата-енем, бауырларым, ол кісілердің көп қолдауы болды, арасында сабауы да болды мені, шыңдауы да болды мені. Солай шыңдалайық, өсейік, дамайық, тоқтап қалмайық, дарынды балаларды көбейтейік. Мен айтамын мамаларға, мен сендерге жаңа нәрсе ойлап тап деп жатқан жоқпын. Телефон, ноутбук, хотя бы үйдегі баланы дамытайықшы деймін ғой. Сол бала осын жасап шығаратындай күнге жетсінші деймін. Мен де көбінесе парақшамда өткенде аюды көрсетіп салып жатсам, түрлі пікірлер келіп жатыр. Ана аюға отыр десе отырып, мысалы, одан кейін түрлі жаңағыдай иттерді билетіп оларды, жануарларға көп нәрсені үйретіп, оны қоғамға бейімдеп жатқаннан кейін, кәдімгідей бала деген оның қасында. Сенің еще бір ұрпағының жалғасы, көркейтетін, әлемді дамиықшы деймін ғой, дамиық. Сондықтан енді Айжамал ханым, сізге алғысымды білдіремін, тоқтамаңыз. Шынымен де мотивацияға толы, қарапайым тілде, қарапайым тұрғыда аналарға жететін ақпарат, жететін сұхбат болды деп ойлаймын. Әрбір анаға бір оянуына, қайтадан күш жігерін өзін жинап алып, қайтадан іске кірісуге және өзгелер емес, тек өзінің ғана көмектесе алатын бір ұғатын, ұқтыратын сұхбат болды деген ойдамын. Рахмет сізге. Қымбатты көрермен, біздің сұхбат осымен тәмам. Келесі сұхбатты күтіңіз.